Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңырауды баса кетіңіздер. Шымкентте полиция департаментінің бұрынғы лауазымды қос қызметкері 7 жылға сотталды. Бұған дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасы 4 және 8 рота командирлерінің құйтырқы әрекетін әшкереледі. Олар өз өкілеттілігін асыра пайдаланып, қарамағындағылардың қамқорлық көрсеткен үшін 10 мың теңгеге дейін паралап отырған. Бұл аздай әкімшілік жауапкершілікке тартпаған үшін 130 мың теңге заңсыз сыйақы сұраған. Енді олар сот үкімімен өмір бойына мемлекеттік қызметтен шеттетіліп, қамауға алынды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.